Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Ендеше бейнебаянға көшіп өтейік. Ас адамның арқауы. Десек те күнделікті өмірде асығып жүріп жедел дайындалатын тағамдарды тұтынатынымыз рас. Ал сіз фастфуд өнімдерін жиі қолданасыз ба? Әрине, бұл сізге өте қолайлы болғанымен, зияны да жоқ емес. Қазіргі уақытта шаурма, сэндвич, пицца, қуырылған картоп және түрлі газдалған сусындар көп. Бірақ олардың сапасы мен құрамында не бар екенін білесіз бе? Фастфуд денсаулыққа зиян, бірақ өте дәмді тағам. Оған мүлдем тыйым салу қиынға соғады. Сондықтан оның дәмін сирек татуға тырысыңыз. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. Құрамындағы трансмайларын өлтіруші майлар деп атайды. Семіздікке апаратының қауіпті тағамдардың көш басында газды сусындар тұр. Шөл басу үшін емес, керісінше шөлдетіп, қайта-қайта ішуге мәжбүрлейтін құтыдағы бұл сусындардың құрамында қант шектен тыс көп. Үлкен-кіші құмарланып ішетін бір стакан коланың өзінде 5 шай қасық қант бар, ал 1 литр колада 25 шай қасық немесе 125 грамм қант болады екен. Фастфудты үнемі жеу семіздік пен созылмалы аурулардың пайда болу қаупін арттырады. Тез тамақтану салмақтың өсуіне, холестериннің және жүрек тамыры аурулары мен қант диабеті қаупінің жоғарылауына әсер етеді. Фастфуд өңделген тағамдар мен қанттың көп мөлшерін қамтитын өнімдер безеуді көбейтеді. Негізгі себеп қандағы инсулиннің жоғарылауы. Ол осындай тағамдарды жеген кезде пайда болады. Мәселен, 2013 жылы балалар мен жасөспірімдерге жасалған зерттеуде аптасына 3 реттен артық фастфуд өнімдерді жегендердің ауыр экземаға шалдығу қаупі жоғары екені анықталған. Бұл тағамдарға натрий көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Бұл өнімдерде пайдалы компоненттері өте аз. Оны жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан болғанына қарамастан бір кемшілігі бар. Ол денсаулыққа зиянды екенін естен шығармаңыз. Балалар, жаңа бейнебаяннан не байқадыңыздар? Бұл бейнебаянның бүгінгі сабағымызбен қандай байланыс болуы мүмкін? Бейнебаянда фастфуд тағам тұтынушылар туралы айтылды. Ендеше сабағымыздың тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фастфуд тұтынушылар қалаған тағам деп аталады. Сабақтың мақсаты шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз фастфуд өнімдері туралы ақпарат берілген мәтінмен танысып, сұрақтарға жауап береміз. Демеулік шылаулардың анықтамасы мен олардың түрлерімен танысамыз. Мәтіннен демеулік шылауларды табуды, әрі олардың түрін ажыратуды үйренеміз. Демеулік шылауларды қатыстыра отырып, сөйлем құрауды меңгереміз. Демеулік шылаулар дегеніміз сөз бен сөзді байланыстырмайды, тек қана сөзге қосымша мағына істейді. Атқаратын қызметіне қарай демеулік шылаулар бірнеше түрге бөлінеді. Сұраулық демеулік шылау, яғни сұраулық демеулік шылау ма, не, ба, бе, па, пе, ше шылаулары арқылы жасалынады және демеулік шылаудан кейін сұрау белгісі қойылады. Мысалға алатын болсақ, жаңбыр жауса ше. Әсеттің бе деген сұрақтарды қойған кезде, бұл жерде бе демеулік шылау, яғни сұраулық демеулік шылау болып келеді. Күшейткіш демеулік шылауға тоқталатын болсақ, күшейткіш демеулік шылаулар депис арқылы жасалынады және демеулік шылаулар а, ау, ай, әсіресе да, де, да, та, те шылаулары арқылы қосымша мағына істейді. Болжалдық демеулік шылау ау, мыс, міс, кейде демеулік шылаулары арқылы қосымша мағына істеліп жасалады. Мысалға алатын болсақ, ертеде бір әулие кісі болыпты мыс. Депис арқылы жасалынады. Болымсыздық демеулік шылау, яғни болымсыздық мағына істейді. Түгіл, тұрсын, тұрмақ, сен түгіл менде бес алған емеспін деген сөзге тоқталатын болсақ, бұл жердегі түгіл болымсыздық мағына істеп тұр. Шектік демеулік шылау ғана, қана, тек, ақ демеулік шылаулары арқылы жасалады. Мысалға, сол ғана келді, мен ақ білем. Бұл жердегі демеулік шылау шектік, яғни
белгілі бір шектік мағына іздейді. Нақтылау демеулік шылауы ой, қой, д, д, т, т демеулік шылаулары арқылы жасалынады. Мысалға алатын болсақ, бұл оқиға бұрын болғанды, яғни нақтыланып жасалып тұрады. Балалар, енді тапсырмаларымызға көз жүгіртейік. Сәйкестендіру әдісі, яғни платформа арқылы демеулік шылау түрлерін, жалғауларын сәйкестендіру. Байқап балалар, бағанадан айтып жатқан демеулік шылаулар түрлерін сәйкестендіреміз. Мысалға, күшейткіш демеулік шылау, болымсыздық демеулік шылау, нақтылау демеулік шылауын, шектік демеулік шылауын, сұраулық демеуліктерді және болжалдық демеуліктерді орнына қойып сәйкестендіреміз. Келесі тапсырмасымызға көз жүгіртейік. Ғажайып сандар әдісі, яғни Word платформасы арқылы сұрақтарға жауап берейік. Word платформасында бүгінгі сабағымызға сәйкес бірнеше тапсырмалар, сұрақтар берілген, сол сұрақтардың жауабын орындайсыздар. Балалар, ендеше оқылым тапсырмасына тоқталайық. Бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқып, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Гамбургер дайындаушы қандай компаниялар арасында бәсекелестік жүрді? Қай компания танымал болды? Мейрамхана басшылары тамақтанушылардың тамақтану орнында көп отырмау үшін қандай қулықтарға барды? Макдональдс мейрамханасы қай жерде ашылды? Бірей картоптары туралы не айтылған? Ендеше балалар, жазылым тапсырмасына тоқталып өтейік. Сандарға қатысты ақпараттарды сәйкестендіріп жазасыздар. Үшінші тапсырма, мәтінді оқып шығамыз, шылауларды табасыздар, демеулік шылауларды түрлеріне қарай балалар жарайсыздар. Оқушылар, келесі тапсырмаға тоқталып өтейік. Топтастыру сөйлемдерді оқып, қажетті демеулік шылауларды тауып, топтастырасыз және демеулік шылауларды қатыстырып сөйлем құрайсыздар. Ертеде бір патша болыптымыз. Осы жерді бір айналып қана түсейін. 2-3 күн қиналып жеттік-ау. Бұл кітап па? Еңбегім бар емес пе еді? Олар бүгін ғана кетті. Қалқамай, мынау атыңның мінезі қалай өзі? Сақ болшы деді. Кәнеке балалар, ендеше жасаған жұмысымызды тексеріп көрейік. Ендеше балалар, үй тапсырмасына келейік. 6-шы тапсырма, берілген етістіктер мен есім сөздерді пайдалана отырып, сөйлемдер құрап жазыңдар. Демеулік шылауды қатыстыруды ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.